бақтаңыз сәлемсіз мен Раге. Бүгін біз Roblox ойнайтынбыз. Континентальный война үшінші дүниежүзілік соғыс. Енді біз көктеміз. Бұлақта бітеміз. Уже біз жеңіп кетті ма? Мысалы мен қызыл ойыншы, мен қызыл болсам, басқа адамдар бана қылыспен өлтірім жерді басып 5 секунд, 10 секунд болады. Анандай төбесінде қызыл түсті жұлдыз болатын болса, оны 10 секунд басып істеу. Өйткені ол жақтан көп адамдар шығатын жер. Өліп қалған адамды қайтадан шығарып оны ойнайын. Бірақ ол жақтан бірге ойнау қиын болады. Бірақ бірге міне мысалы осы жерді былай әр жақтан адамды шабуылдайды, осылай басып алу керек дейсіз. Содан атып басып алуымыз. Әйтпесе мынау басып алу көп тұрады. Бірақ та бұл бір қиын ше. Бір заттың бір адамды әрген өлтіресің. Әрген деген өліп келуі. Сәтке бұл міне осылай келесіздер де, соғысқа келесіздер де. Қаш кеттім ол. Бірақ мешет жасайтын кезде де бар бұл жақта. Мені осылай өлтіріп тастайсыздар. Мені келе жатыр. Хоп! Өліп қалдым. Бұл жаман бұл жақта өлтіру қиындау да. Бұл жақта соғыс кішкене қиындау. Иранды басып алайық бұл жақта. Давай! Не қалып тұрмын ала? Басып алдыңдаршы десіз. Жаман болады әйтпесе басып алмасын. Мен бүйтіп тұрам басып алайын деп. Қиын ғой бірақ та бай кесіп өту. Мерген сияқты көрініп жоқ. Давай. Тез ана жерлерді басып алыңдар. Ана жерлерді басып алыңдар. Мәші. Ей, босын! Құдай берілмей қалдым ғой. Бірақ та жаман ашуыңыз келеді. Бірақ та әр жақтан шабуылдайды. Кейбір кезде алыс жақтан пышақтар тиіп кетеді, бірақ та қапасымен сол кеше нервім алып кетті ойынның. Ей, өлсіңізші! Шыдай алмайтын мыналарға ше. Ашуыңыз жаман тиеді бұл. Ей, сен неғып тұрып қалай дейін ол? Бір штук. Сізде мысалы ше, өліп қалсаңыздар, басқа түстерге біріп кетуілеріңіз мүмкін өйіқті. Басқа түске басыз. Немесе өздеріңіздің қырғысатқан жауларыңызға басыздар. Мынау нервыма тиіп бітті осы. Мына жақтан қызылда, анаққа толпылап жүрмін жынма тиіп. Мынау не бәрі қандай қылыш сатып алған мынау? Мықты қылыш сатып алған мынау? Бір удай берсе болды, өліп қала береміз біз. Қандай деді мынау?
ұрып өлгенмесің сен? Ақымақ. Ана жігіт уж басып отпа. Бассana енді. Не деген адам мынау? Мынау не yapayım? Ne? Сенің қабілетің бар, бізге шамалы көмектесуге болмайды, иә? Зұлымдар десе. Адамдарына тиссең де бәрібір. Мықты ма соншама? Мынау не бәле өлмейтін? Өлмейтін адам болды ғой. Мынау дейтін. Да деген басқа. Не ол? Мынау шығып. Біз шығатқан жерде тез өтіп тастай берді мынау. Мені қалай өлмейді мынау? Сауға кірмейміз біз. Мынау біз қопал ата болмыз. Біз уже таяқ жеп өлдік біз. Уже өлдік қой біз. Өлдік ай. Біз өлдік қой уже. Неш? Не істеп тұрсың сен? Слабық. Кім өлтіріп тұр? Садақпен айтып тұр ма? Әйтеуір құдайға мұнда ашқан. Сауық шықпағанымыз. Онсызды жаулаңның қасыстан тұрған еді. Несіден бе? Қазір осы жерді қызыдан жеңіп кетеміз да жерлерді басып аламыз ғой. Ой, басып аламыз да ана аяқтады. Қалай маған ұзат ет бардың? Біздің топ болса да. Бірақ жаман жер соға түскен. Шыға алмайсың бірақ дейші. Мыналарды қатты ұдап жүрмедім де. Біз сарға ұзыз басып отырмын. Сарға жол білмей қойып кеткен осы сасықта. Сенде не біз ана таяқ жеп атқан сен деп салғама қырыспайсың ма сонша уақыт бойына? Мықты болып отырсыңдар. Мәш, сен қопыл. Біздің жерге кіруге болмайды. Баса көп деп. Сізде де әйтеуір мықты адамдар шықты. Хороший жерлерді басып алып тұрсыз. Ұра беріш, смело ұра беріш. Кетпес собака var. Düйтағың. Хорош. Не грызал. Не құтылып тұрсың?
Давай сен істейбін. Мен ұрып тұрмын отыр. Бағаны қытырып жүретін бе ғой? Қытырып жүргеннен қайда? Тұршы нарсын жетпеш. Қайтадан тұр. Қас. Сосын жинай. Дым қағаз. Шекер бізге мықты қылыштың емес. Неғып біз неғықтан шыға береміз. Ана қызықты жерден бастап отыр. Мама біз күштен жетіп отқаннан сұлауықты біз. Көп қытымаңды. Конго дейді. Tez olmuş, tez basıyorduk. Şimdi uz. Uş yoktu. Kutak tayacı kadınlar. Давайте. Я кором сильно. Я тут посудную. Что-то. Выбась. Басқа жолмады қойылсын. Смело сындырам сендер. Құтырып тұрдың да бағана. Жаман. Мықты адам болсын. Тұрғанда қойды. Давай баспауымыз. Бұл біздің аты жолымыз ол. Көп адам 19 адам ұтыппын ба мен? Көп адам ұтыппын ба? Самму. Міне осындай видео болды достар. Көріп отырғандарыңыз деп. Әйтеуір дейік жасылда жеңіліп сағылар оларды сындырып кетті. Ал олар қоңырауға кіріп, сөйтіп қоңырауға кіріп сындырып кетті оларды. Біз басқа адамдар болмағанда мен тоқал жүрдім. Екі адамдықпен ойнайтын болсаңыздар, бір адамдар осындай басқа режим бар да, екі адамдықпен ойнайтын. Сол режимдерден бір адам мені жылыма тиді. Мен осыны үйде аяқтап, қош сау болыңдар.